Сәлем достар, қоршаған ортаны қорғау қазіргі таңдағы ең маңызды мәселенің бірі. Бірақ адамдар ағашты шабады және одан қағаз жасап, қағазға ағаштарды қорғайық деп жазады. Көпшілігі бостан-босқа ағаштарды шауып та жатыр. Бұл да шындық. Қазіргі кездегі ең алаңдатарлық жайт ол ғаламшарымыздың ластануы. Мұхиттарға қоқыс тастаймыз, көшеге қоқыс тастаймыз, жолға қоқыс тастаймыз, демалатын орындарға да қоқыс тастаймыз. Міне, осыдан соң айналамыздың ластанып жатқанын білеміз. Табиғатты қорғау алдымен өзімізден басталады. Барлық қоқыстарды тазалап сұрыптасақ, табиғаттың жақсы жаққа өзгергенін байқар едік. Біз мұны тек сөзбен айтып қана қоймай, іс жүзінде дәлелдеуіміз керек. Сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Бүгін біз ғасыр індеті болған қоқыс мәселесі жайлы сіздерге айтатын боламыз. Ал сіз арнаға тіркелмесеңіз, төменде тұрған подписация батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бейнені жалғастырмас бұрын сіздерге айтар жаңалығым бар. Фантастикалық жанрдағы шетелдің киноларын көпшілігіміз жақсы көреміз. Ал қазақ тілдегі оқиғалар жоқтың қасы. Сіздерге Сарман алты таңба кітабын ұсынамыз. Қазақ шығармашылық әлеміндегі ең таңғажайып туындылардың бірі. Фэнтези жанрдағы қазақ тіліндегі жарық көрген алғашқы кітап десек те болады. Егер осы кітапты оқығыңыз келсе, алғыңыз келсеңіздер, төмендегі описаниядағы сілтемеге өтіңіздер. Міндетті түрде бағалап, қолдап кетейік. Ал біз ендеше кеттік. Әлемдегі күрделі экологиялық жағдай бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің біріне айналып отыр. Адам баласының шаруашылықтағы кез келген әрекетінен шыққан әртүрлі қалдықтар биосфераны ластауда. Бұл халықтың денсаулығы мен өміріне қауіп-қатер тудырып, флора мен фауна түрлерінің азаюына, қоршаған ортадағы тепе-теңдіктің бұзылуына әсер етуде. Қоқыс қалдықтары қоршаған ортаны ластайтын көздердің бірі. Жер бетіндегі зиянды заттардың жинақталған массасы топырақ жамылғысына, өсімдіктерге, жер үсті және жер асты суларына жағымсыз әсерін тигізеді. Қоқыстар жанған кезде атмосфераға өте көп улы заттар бөлініп, тыныс алу жүйесі аурулары мен репродуктивті және иммундық жүйелердің ауытқуларына әкеп соғуы мүмкін. Аса қауіп төндіретін органикалық зат диоксиндер. Олардың әсері цианды калийден, стрихниннен және курареден күшті абсолютті у болып есептеледі. Адам денсаулығы мен қоршаған ортаға орасан зор қауіп тудыратын қатерлі зат фильтрат. Ол қоқыс алаңдары мен аумағынан жер асты суларына түседі. Қалдықтарда дизентерия, холера, туберкулез сияқты ауруларды тудыратын бактериялар ұзақ уақыт бойы сақталады. Сондықтан қатты тұрмыстық қалдықтарды залалсыздандыру өте маңызды және қажетті. Қазіргі таңда өркениет жолына бет алған әлем елдері қоқысқа қарсы күрестің түрлі амалдарын қарастырып жатыр. Бірқатар еуропалық елдер полиэтиленді құтыларды шығарудан бас тартса, енді бірі қоқысты түрлі заманауи жолдармен өңдеуге бет бұрды. Әлемдегі жетекші елдердің тәжірибесі көрсеткендей, бұл проблеманы оңтайлы шешуге толық мүмкіндік бар. Мәселен, Швейцарияда әрбір тұрғын қоқысты сұрыптап төгуге міндетті. Соның нәтижесінде ондағы шыны зауыттарының 90%, қағаз өнімдерінің 1/3 қайта өңдеуге пайдаланылады. Сондықтан Швейцария мен Сингапур сияқты елдер әлемдегі экологиялық ең таза мемлекеттердің қатарында. Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің деректері бойынша ел аумағында 120 миллион тонна қоқыс жинақталған. Әрі бұл көрсеткіш жылына кем дегенде 5 миллион тоннаға көбеюде. Сол қоқыстың 90% іске аспай, рәсуа болып қалуда. Бұл жайт еліміз үшін күрделі проблемаға айналған. Елбасының тапсырмасымен жасыл экономикаға көшу тұжырымдамасына сәйкес қалдықтарды өңдеу үлесін 2030 жылы 40%-ға, 2050 жылы 50%-ға көтеру көзделген. Алайда халқымыз мұндай өзгеріске дайын емес. Мәселен, көп қабатты үйлерден шығатын қалдықтардың тек 1% ғана сұрыпталатындықтан, қоқыс жәшігінде олардың бәрі араласып кетеді. Соның салдарынан тыйым салынған заттар қоқыс полигондарына жинақталып жатады.
үлкен қауіп-қатердің алдын алу мақсатында ел болып жанашырлық танытуымыз қажет. Ол үшін жүрген жерімізді ластамай, күл-қоқысты сұрыптау өте маңызды болып келеді. Осымен бүгінгі бейнемізді аяқтаймыз. Егер бейне ұнаса, міндетті түрде лайк басып, пікір алаңға өз ойларыңызды жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.